Жана қазіргі қабылданған шешімінің бірде-біреуі заңға сәйкес емес. Біріншіден, процесс жабық өтсін дейді. Жабық өтуге ешқандай негіз жоқ. Оның өзінің белгіленген тәртібі бар. Процесс қандай жағдайда жабық өтеді? Мемлекеттік құпияны әшкерелеуге қатысты іс болатын болса, не болмаса жасөспірімдерге қатысты, не болмаса жаңағыдай әлгі жеке адамды қарым-қатынастағы әйел еркектің тағы сол сияқты. Ал мына жерде ешқандай ондай қылмыстың нысандары жоқ. Тек қана тапсырманы орындау. Сол үшін жабық сот өткізіп отыр. Жабық сот бұларға не үшін керек? Ең алдыменен халық мына процестің қалай өтіп жатқандығын көрмеу керек. Жаламен, өтірікпенен ойларына келген жасап соттау керек. Сол үшін керек. Ең алдыменен. Екіншіден, соттың жариялылығына нұқсан келтіріп отыр. Бұл жерде думанның көптеген құқықтары аяққа тапталып отыр, конституциялық құқықтары. Оны ары қарай таптағысы келіп отыр. Жабық өткен сотта адвокаттардың көмекші алуына рұқсат етілмейді. Қазір өздеріңіз көрдіңіздер, екі адам думанды қорғауға көмекшіге ниет білдіріп келіп отыр. Олардың қорғауына қатыстырылмайды. Демек, думанның өзін қорғау жөніндегі конституциялық құқығына нұқсан келтіріп отыр. Сот процесі сөз жоқ. Ол қылмыстық әрекетке айналуы мүмкін. Қылмыстық дейтін себебім, сот заңсыз өтсе, заң бұзушылықпен өтсе, ол қылмыстық әрекет. Ашығын айтқанда, думанның үстінен қозғалған істің өзі, қылмыстың өзі, қылмыстық әрекет. Сол үшін тергеушіні қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Соны қабылдаған прокурорды қылмыстық жазаға тарту керек. Бұл іс бірден көрініп тұр, таққан статьялар айыптары бойынша. Және думанның жасаған тырнақшаның ішінде қылмысы деген әрекет миллионға жуық адам, жүздеген мың адам көрді. Алған сұхбатын, үш сұхбатын, үшеуінде бірде-біреуінде ешқандай экстремистік көзқарас, оны насихаттау, немесе оны қаржыландыру тағы басқадай ештеңке жоқ. Экстремистік ұйымға қатысы бар дейді. Ол да бос жала, ешқандай негізі жоқ. Есіл аудандық сотының экстремистік ұйым деп санаған заңсыз шешімін бетке алып, қаншама белсендіні, саясаткерлерді қуғындап отыр, соттап отыр. Мынау соның жалғасы. Өткенде Марат Жыланбаевты қалай соттаса, думанды дәл солай соттағысы келіп отырған әрекет. Ал енді осыған көнеміз ба, төземіз ба? Қалай olsun? Ойлаңыздаршы. Одан кейін думанды жаңағы үйғамаққа шығару жөніндегі өтінішті оны да қабылдаған жоқ. Онда шығаруға толық негіз бар, ешқандай несі жоқ бұл жерде, кедергісі жоқ. Ал прокурор не айтса, судья қазір соны орындап отыр. Ал мына прокурор жоғары жақ не айтса, соны орындап отыр. Демек, бұл Астанадан келген тапсырма, мыналар солардың орындаушылары, қуыршақтары. Басқаша сөзбен айтқанда, қазір прокурорды, соттарды маймылға теңеп жүрміз. Рас қой? Өйткені маймыл ақылмен істемейді. Үйреткен, көрген істейді. Бұлар сол деңгейге құлдырап түсіп отыр. Мұна өте масқара. Мен күйіп тұрмын. Думан да күйіп тұр, жаны күйіп отыр. Сіздердің де жандарыңыз күйіп отыр. Мұна әділетсіздік, қиянат. Көпе көрінеу қиянат. Заң бұзушылықтың көкесі осы. Ал қалай өмір сүреміз, егер сотта әділеттілік болмаса, ол заңның талаптарына сәйкес жұмыс істеуге міндетті болса, соған бармаса, прокурор заң, прокурор қамайтын болса қамайды. Одан да баяғыдағы НКВ-ның үштігіне айландыру керек. Тоқаевқа соны айтайықшы, ұсыныс жасап, қуана қабылдайтын шығар. Оған керек сол шығар. Онда соттар не үшін ұстайды? Прокурорлар не үшін ұстайды? Таратып жіберсін. Үштігін құрсын да өзіне қарсы екенін бәрін соттай берсін. Мынау барып тұрған бассыздық. Бұл барып тұрған енді шектен шыққандық. Адамдарды қорлау, адамдардың құқығын таптау. Жазықсыз, кінәсіз адамды қылмыскер деп соттау. Думанның бар жазығы ол билікті сынағаны, оның ішінде Тоқаевты сынағаны, ашық сынағаны, қаңтарда қырғынды жасаған үшін кінә артқандығы, соған жауапкершілікке тартуды талап еткендігі.
әлеуметтік басқа мәселелерді айтпағанда. Бұл сот қазір, мынау Тоқаевты кім сынайды, соны соттайтын соттың жалғасы болып отыр. Әйгерім де солай, Марат да солай, Думан да солай, тағы басқа сотталып жатқан белсенділерде. Кім батырып жанына, көзіне көрсетіп тұрып, ашық түрде, дәлелмен қазіргі президентті сынайды, соны оның төңірегіндегілер не өзінің тікелей тапсырмасымен, не болмаса басқалардың айтақтауыменен дереу іс қозғайды да сотқа тартады. Мына билік мемлекеттілікті жоюға, мемлекеттің беделін түсіруге, абыройын төгуге, президент Тоқаевтың өзінің азғантай қалған абыройын одан ары жоқ етуге бағытталған сот әрекеті. Одан басқа түк емес. Бұл жерде мына прокурор да сотта заңды білмейді, хабары жоқ, топас деп айтуға келмейді. Білімдері бар шығар, табақтай дипломдары бар шығар, табақтай беттері бар шығар, табақ еттері бар шығар, халықтың берген несінен бюджеттегі ақшадан алып отырған, балаларын асырап отырған, қарындары тоқ шығар. Бірақ бұлар бірақ нәрсені ұмытып отыр. Арды, абыройды. Ең алдымен өздерінің арын, абыройын ойлап отырған жоқ. Одан кейін өзінің арын, абыройын керек қылмаған адамдар мемлекеттің де арын, абыройын ойламайды. Бәріне жұрдай етіп отыр. Сондықтан біз Думанға бостандық талап етеміз. Әділет сотқа қарсымыз. Халық, көпшілік. Бүгін бұл жерде жаңа мен Думанға айттым. Думан, саған 200-ден астам адам келіп қолдап отыр дедім. Әр жақтан келіп отырған айттық. Думан бәріңізге сәлем айтты. Ризалығын білдіріп жатыр. Әсіресе алыстан атарып деген адамдарға дұғай сәлем айтып жатыр. Біз жеңеміз деген сөзбенен Думан залдан шықты. Мен сенемін, біз жеңеміз, әділет жеңеді. Әділетсіздіктің бәрін құрықтайтын кез келді. Жиналыңыздар, топтаныңыздар, қатарымызды көбейтейік. Халық оянғанда ғана, сонда диваннан тұрғанда ғана біз жеңіске жетеміз. Бүгін Думанды соттаған сот ертең кез келген адамдарды соттайды. Диванда жатқанда, диваннан тұрғанда соттайды. Сондықтан ойланайық қалайық. Қазір сот судьяның өзіне, прокурорларға сенімсіздік білдірілді. Өте орынды. Адвокаттардың, қолдаушылардың бұл талабын қолдаймыз. Сіздер қолдайсыздар ма? Қолдаймыз. Бәріміз қолдаймыз. Қолдаймыз. Бұл судьяларға сенімсіздік білдірілгеннен кейін енді соны қарауы тиіс. Оны қашан қарайды, ол туралы айтқан жоқ. Мүмкін бүгін қарайды, мүмкін бүгін қарамайды. Бұл судьяларды процестен ғана шеттету керек емес. Оларды жалпы сот саласынан, прокуратурадан тұтас аластау керек. Сот, прокуратура саласын түбегейлі өзгерту, реформалау керек. Жүргізу керек. Онсыз жеке дара сот процестері бұлар халықты, белсенді азаматтарды өзгеріс болсын, реформа болсын дегендердің бәрін шетінен қамайтын соттайтын болады. Бізге мұндай соттың ешқандай керегі жоқ. Солай ғой? Солай. Керек жоқ соттарының. Ондай соттың керегі жоқ. Мұндай соттың да, сот жүйесінің де керегі жоқ. Соны дәлелдеп берген жағдай осы. Думан тартынып отырған жоқ. Керек болса қазір көшеге шығарыңдар да атып тастай салыңдар дейді. Бұл жаны күйген адамның сөзі. Өйткені одан басқа бұларда іштеке қалған жоқ. Өйткені бұлар процестің өткізетін болса, ашық процесс, онда масқаралар шығады. Қолдан қырық құрақып құрастырған істердің бәрі 7 томы шашылық болады. Соны біліп отыр. Сондықтан да оларға жабық сот керек. Енді заң жоқ екен білесіз, қандай әрекетке айтасыз, қандай әрекет? Әрекет бәріміз жиналайық. Көбірек жиналсын, көбірек. Митинг өткізейік. Митингіге бірнеше мың адам жиналатын Алматыда митинг ұйымдастырайық. Халықты соған ұйымдастырайық, соған шақырайық. Думан үшін шақырып жесеңші. Сол жерде Думан үшін, Әйгерім үшін, Марат үшін, басқа белсенділер бәрі үшін, өзіміз үшін үлкен митинг өткізейік. Қашанға? Қай күнде айтасыздар, сол күнге бүгін Алматыға барысымен, бүгін үлгермесек ертең митинг өткізу жөнінде бірнеше талаптар жазайық, ескертпе берейік. Ол ескертпеге келіседі, келіспейді, оған қарамаймыз. Митинг өткізуіміз. Барамыз митингге. Келеді деп тағы не алмаймыз. Думанды осы митингге шақырған үшін қамады, соттады.
Sotlasa men de sotlasın. bärimiz Dumanın sotlasın. артынан Bärimiz bärimiz birge Kınını oturalım. aytayık onda, aga konkretne kınını aytayık. Бүкіл эфирден адамдар қарап отыр. Осын пайдаланайық. Келсін. Onu қалалық әкімшілікке қай кезде ресми түрде ескерту Олар береміз. бермейді ғой бізге рұқсат. Сол кезде айтамыз, бермейтін біліп тұрмын. Бермесе де сол жерден бастаймыз. Ертең қалалық әкімшілікке келіңіздер. Сол жерде ескерту талап берейік. Бәлені күні митинг өткіземіз деген. Соны өздеріңізбен ақылдасайық та бір күнде белгілейік. Ұзаққа созбайық. Бұл биліктің Қорғаушыларды күтеміз ба? қорғаушылар қазір журналистерге сіздерге тағы түсіндіріп айтар. Нақтылы. Ғалеке, мұнда келіп айтыңыздар. Ғалекең саусағымен санап тұрып, көрсетіп тұрып, дәлелдеп берді. Жаңағы соттың шешімінің негізсіз екендігін. Ал Ғалеке. Бүгін сот прокурордың өтінішті прокурордың өтінішті қабылдады жабық түрде. Осы жабық түрде заң бойынша негізде жазылған қай ретте, қай уақытта жабық түрде өткізеді. Ешқандай осы нәрселер прокурор көрсеткен жоқ. Судьяда оған мән берген жоқ. Қазір біз нені жібердік, бердік, сенімсіздікті тапсырдық прокурорға да, судьяға. Осы жабық түрде өткізген сот, ол демек билік қорқып жатыр. Мына жерде негіздер, заң бұзушылықтар Думан тарапынан ешқандай жоқ. Оның үшін егер мына жерде бір нәрсе қылмыс әрекет болса, мына жерде ашық түрде көрсетіледі. Міне мына жерде бұзды деп. Мына жерде ештеңе жоқ осындай. Демек біз өзіміз ойлап жатырмыз, мына жерде сотта, прокурорда адамның құқығы таптап жатыр. Адвокаттардың да құқығы таптап жатыр. Өйткені біз адвокаттар өзінің көмекшіні ретінде кіргізейін деп талап еттік. Бірақ мына жерде оғанда да сот бізге қанағатсыз қалдырды. Демек мына жерде адвокатта керегі жоқ, адамдар да керегі жоқ, уже шешім шығарды. Өздері білгендері істеп отыр. Иә, вот айтатын осы. Жоқ, мысалы соттан бас тарттыңыздар, жаңа. Келесі сотты жабық өткізсе тағы қаншалықты бас тарта аласыздар? Бүкіл судьядан себептер болса, заңды себептер болса, береміз ғой сенімсіздікті сотқа. солай ғана Заңға сенбейміз енді, қалай алып шығамыз енді Думанды? Заң жұмыс істеп жатқан жоқ, өзіңіз айтып тұрсыз, заң жұмыс істеп жатқан жоқ. Не істейміз керек, қамап жатамыз. Енді не істейміз дегенде бұлай. Ғалым Нұрпейісов енді қорғаушы, заң аймағында жасап жатыр. Біздің айтарымыз, бүгінгі жиналып жан-жақтан келіп отқан азаматтар. Міне, азаматымды қорғап қалам деген азаматтар жиналып тұрсыздар. 37 жылғы репрессия ашықтан ашық басталды. Сонда бүгін Думанды қаматып, түрмеде өлтіріп отырамыз ба? Әлде бүгін аштық жарылап, осы арадан кетпей, Думанды қорғап алғанша күресеміз ба? Осыған келісіңіздер. Аштық жариялаймыз, осы жерден кетпеуге деген азаматтар бар ма? Бар ма? Келіңіздер. Енді Думанды абақтыға қаматып қойып, үйге барып ойбай болмады деп келіп шайымызды ішіп отырғаннан, одан осы арада аштан өлейік жігіттер. Кешегі Арон Атабектен айырылды ғой істеп. Ал 37 жылы Алаштың қайраткерлерін аттырды. Міне тура бүгін Тоқаевтың билігі осын істеп отыр. Назарбаев күліп отыр. Ал Тоқаев деп еділер ғой, менен де өтті деп отыр. Істетіп отқан Тоқаев пен Назарбаев бұны істетіп отқан. Бірге, сондықтан өлсек біргелейік. Думан Мұхаммедкәрімді қорғайым деген азаматтар, еркек болып туғанымыз рас болса, осы жерде бүгін қалайық. Болды. Ал қолдайым деген азаматтар жиналыңдар. Ертең әкімшіліктің алдына барып митинг өткізу туралы. Онда жасайық. Ал бұларда 10 мың адам бүгін тұрсыныз. 10 мың адам бүгін тұрғанда бұлар жанынан безетіледі. Сондықтан айғайындар, Думандай азаматымызды абақтыда бостан-босқа қорлатып, ертең айырылып қалып жылағаннан көрі бүгін әрекет жасайық. Аштық жарылаймыз, аштық. Қайтпаймыз. Думанға бостандық! Ақша қайда болып жатыр? Қонаевта. Думанға бостандық!
Yıl bolmaganda bugün uyganmakka jibергende bolatdy. Onda da bolatdy. Mına mesele şeşilgenke uyganmakka jibергende o da bir adam geçip beredi. Yok kaytadan jalaсын yapkanның üstüne kaytadan türmüge alıp ketti abaktıga. Bu ne деген сұмдық? Ең болмаса ата-анасының қасына uyganmakka. Әкесі айтты, үйімді қояйын, машинамды қояйын, тіпті өзімді қояйын деді. Оған да келіскен жоқ қайтадан. Сонда бүгін қайтадан барып үйге барып отырамыз ба? Бүткіл өмірі құрсын осы жерде бірге өлейік. Бірге өлейік. Бостандық. Барлығымыз соттас болсын. Бостандық! 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 Bostandıq! 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 Açık sot. Cabık sot. Adil sot!